Сәлеметсіңдер ме? Бүгін 3-ші сыныптың орыс тілі сабағы 49-шы сабақты өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпа. Бүгінгі тақырып Қажымұқан первый казахский чемпион мира. Қажымұқан қазақ елінен шыққан бірінші чемпион, яғни әлемдік жеңімпаз. Бірінші тапсырма: прочитай. Ты узнаешь, каким был первый казахский чемпион мира Қажымұқан Мұнайтпасұлы. Яғни Қажымұқан Мұнайтпасұлы, яғни ең бірінші әлем чемпионы қазақтардан. Осы кісіні бүгін білетін боламыз дейді. Родился на казахской земле Қажымұқан могучий и высокий батыр и великан. Қазақ жерінде дүниеге келген Қажымұқан атамыз, ол өте бойы ұзын, великан сияқты үлкен және де мықты кісі болған. Был он в мире знаменитым силачом, 10 мужчин он валил плечом. Яғни ол әлем бойынша өте мықты кісі болған. Ол 10 кісіні, яғни құлатып тастайтын болған бір иықпен. Великолепным был Қажымұқан на ковре, его железные мышцы любое тело склонили к земле. Қажымұқан Мұнайтпасұлы, яғни алаңға шыққанда өте мықты болған, өте күшті болған. Оның темірдей, яғни мықты күштері кез келген денені жерге денесін тигізетін болған. Он победитель 12 мировых чемпионатов, лидерка всех спортивных парадов. Ол, яғни 21 елдің чемпионатының жеңімпазы, барлық, яғни спорттық парадтардың басшысы болған. Ол дегеніміз, яғни Қазақстанның атынан шыққан спортшыларды бастап жүретін адам болған екен. Мощь его тела и богатырский дух по-прежнему восхищают всех вокруг. Яғни Капеев айтып кеткен екен, оның денесінің батырлығы және де батылдығы, өзінің духы сондай өте мықты болған дейді. Оны барлығын әлі күнге шейін таңдандыратын адам дейді. Кто такой Қажымұқан? Какие слова подобрал автор, чтобы ты смог представить себя его яркий образ? Найди их в тексте. Прочитай еще раз дейді. Қажымұқан деген кім дейді? Яғни автор ол Қажымұқанды сипаттағанда қандай сөздер қолданды дейді. Оны елестету үшін сол сөздерді тап және де оны қайтадан оқы дейді. Қажымұқан первый казахский чемпион мира. Ал оны могучий и высокий батыр и великан деп, яғни сипаттаған. Қарамен жазылып тұр. Яғни победитель, великолепным, железные мышцы дегендерді қоссаңдар болады. Почему люди до сих пор помнят его? Что тебе нравится в Қажымұқане дейді. Яғни неге адамдар оны әлі күнге шейін есінде сақтайды дейді. Қажымұқандағы не нәрсе ұнайды саған дейді. Он победитель 12 мировых чемпионатов, лидер всех спортивных парадов. Мне нравится, как Қажымұқан валил 10 мужчин плечом. Яғни ол 21 рет әлем чемпионы аталған екен, және де барлық спорт басшыларының басшысы ретінде жүрген. Сол үшін есімізде қалды. Ал Қажымұқан 10 адамды жаңағыдай бір иықпен ұшырып салған үшін маған ұнайды десек болады. Придумай 1-2 вопроса к тексту дейді. Яғни 1-2 сұрақ ойластыр дейді. Каким описывает мышцы Қажымұқана? Где родился Қажымұқан? Яғни оның күшін қалай сипаттаған дейді. Железные мышцы деп не істеді ғой, күшін. И где родился Қажымұқан? Қажымұқан қайда туылған? Осымен бітті. Келесі тапсырма 2. Запиши в тетрадь. Қажымұқан батыр, силач, борец, великан, победитель, чемпион, лидер. Дәптеріңе жазып ал дейді. Қажымұқан батыр болған, және де өте мықты, күрескер, өте үлкен, жеңімпаз және де лидер, яғни бастап жүретін адам болған. 3. Составь словосочетание, яғни сөз тіркесін құра. Великан, храбрый, батыр, могучий, силач, огромный. Запиши в тетрадь дейді. Запомни и запиши дейді. Чемпион, победитель, великан, богатырь, лидер. Яғни бізде сөздер берілген: великан, храбрый. Енді осылардан сөз тіркесін құраймыз. Огромный великан. Какой великан? Огромный великан. Храбрый батыр.
храбрый батыр, могучий силач. Яғни орындарын сәйкестендіреміз. Яғни огромный, үлкен жаңа батыр, храбрый, қайтпас батыр, сондай десек болады. Могучий, өте қолынан барлығы келетін мықты адам. Бізде бұл сөздердің мағыналары бір-біріне өте ұқсайды қазақ тілінде. Тапсырма түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшеміз. 4-ші тапсырма. 4-ші, послушай, тыңда. Сравни информацию в данном тексте со стихотворением Купеева. Яғни екі тексттегі ақпаратты қарап шық дейді, салыстыр дейді. Что в них общего дейді. Оларда жалпы не нәрсе бар дейді. Как ты думаешь, сен қалай ойлайсың, в городе или селе, ауле жил в детстве Қажымұқан? Обоснуй свой ответ дейді. Сен қалай ойлайсың дейді. Қажымұқан ауылда өсті ме, әлде қалада өсті ме дейді. Өзіңнің жауабыңды бер дейді. Енді текстті оқып шығайық. Однажды зимой Мукан отправился за сеном в степь, но в дороге начался сильный буран. Дорогу замело, лошади устали. Одна лошадь упала и не смогла идти. Тогда Мукан поднял ее, положил на сани и потащил эти сани в аул. Ему было 18 лет. Енді бірінші тексттің аудармасын айтайық. Бір кезде Мукан жаңағыдай шөпке айдалаға кеткен екен. Бірақ жолда өте үлкен боран болып, жолдың бәрін жауып тастайды. Аттар шаршап қалады, және бір ат құлап қалады, және жүре алмай қалады. Сол кезде Қажымұқан атамыз соны көтеріп алып, оны шанаға салып, оны ауылға дейін өзі сүйреп апарған екен. Сол кезде ол 18 жаста болады екен. Енді екінші. Однажды в тине застрял огромный бык. Мукан обвязал быка веревкой и вытащил его на берег. Яғни батпақ секілді жерге үлкен бұқа тіреліп қалады. Сол кезде оны жіп арқылы шығарып алады. 10-летний Мукан мог легко поднять мешок зерна. Яғни 10 жасар Қажымұқан бір қап бидайды көтере алатын болған, өте оңай. Енді сұрақтары. Придумай 2 приложения о Қажымұқане и запиши дейді. Қажымұқан жайлы 2 сөйлем құра және де жаз дейді. Используй слова великолепный, знаменитый, великий, могучий, первый, герой, батыр, чемпион, силач. Яғни мына сөздерді қолдан дейді. Назови слова, обозначающие количество, порядок предметов. Яғни бір нәрсенің санын білдіретін сөздерді жаз дейді. В тексте и в стихотворении описывает Қажымұқана сильным и могучим батырым. Яғни текст дегеніміз бізде мәтінде де және де өлеңде де Қажымұқанды өте мықты жаңа батыр етіп көрсеткен. Қажымұқан в детстве жил в селе, так как описывает, как он отправился за сеном в степь, вытаскивал быка и потащил на сани лошади. Яғни Қажымұқан ауылда өмір сүрген деп ойлаймын, себебі ол өлеңдерде шөпке барған, бұқаны шығарып алған, және де шанадан жаңағыдай атты әкелген. Қажымұқан батыр могучий силач на казахской степи. Яғни Қажымұқан батыр өте мықты қазақ даласының батыры болған. Он великий чемпион во множественных соревнованиях. Яғни ол көп деген жарыстардан чемпион болған. 18 лет, одна лошадь, 10-летний Мукан. Яғни бұл жерде сандары бар приложениеда, яғни сөз тіркестері 18 лет, одна лошадь и 10-летний Мукан. Яғни 18, одна, 10-летний деген сөздер сан есімдері. 5-ші тапсырма. Узнай значение слов. Қажымұқан Мұнайтпасұлы дружил с известным русским борцом Иваном Подубиным. Они вместе выступали в цирке. В 1994 году оба борца с триумфом уступила Париже и заняла 2 первых места. Яғни сөздің мағынасын білдейді. 5-те бізде текстің мағынасы мәтінде Қажымұқан Мұнайтпасұлы, яғни атақты орыс күресшісімен Иван
Подумным деген кісімен дос болған екен. Ол екеуі бірге цирктарда өнер көрсеткен екен. 1904 жылы екі күресші де бір триумфпен, яғни Парижда өнер көрсетіп, екеуі де бірінші орынды алған, яғни екеуі тең түскен. Кто такой Иван Подумный дейді. Иван Подумный деген кім? Друг Қажымұқаны. Қажымұқанның досы. Найди в толковом словаре значение слов борец триумф. Яғни словардан, сөздіктен борец және триумф сөздерінің мағынасын тап дейді. Борец деген спортсмен, занимающийся борьбой. Триумф выдающийся, блистающий успех. Яғни борец дегеніміз ол күресші, яғни бір күрес түрімен айналысатын күресші. Ал триумф дегеніміз ол беделді, яғни жетістікке жеткен жаңағыдай жетістіктері, яғни запомни их правописание дейді. Яғни сөздердің дұрыс жазылуын жаттап ал дейді. Запиши словосочетание выступали в цирке. Выступили в 94 году. Выступили в Париже. Подчерки предлог. Бұл жерде предлог в деген сөзде в Париже, в цирке, в 94 году деген сияқты. 6-шы тапсырма. Допиши приложение, яғни сөйлемді толықтырып жаз дейді. Қажымұқан болды. Кім болды? Патриот болды. Қажымұқан был патриотом. В годы войны он отправлял в фонд обороны деньги. Яғни соғыс жылдары ол фондқа ақша аударып отқан. Қажымұқан попросил купить на эти деньги самолет. Яғни Қажымұқан бұл ақшаға самолет сатып алуды, ұшақ сатып алуды өтінді дейді. На этом самолете воевал летчик из семья Кажетай Шалабаев. Яғни бұл самолетта оның яғни ұшқыш семейдің ұшқышы Кажетай Шалабаев соғысқа қатысқан екен. Яғни біз сөздерді қайдан алдық? Себебі астында слова подсказки тұр. Деньги, патриотом, Кажетай Шалабаев, самолет. Осы сөздерді тиісті орындарына қойып шықтық. Сабақ ұнаса лайк басып, комментария қалдырып тіркелуді ұмытпаңдар. Назарларыңа көп рахмет. Сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Сау болыңдар.